Сәлеметсіңдер ме оқушылар? 5-ші сынып 579-ші есеп. Көбейтудің қасиеттерін пайдаланып, тиімді тәсілмен есептең. Жалпы көбейтудің қасиеттері мына бөлшек пен бөлшекті көбейткен кезде, яғни алымындағы және бөліміндегі сандар бөлінетіндей бөлшектерді қарастырамыз. Мұнда бірінші бөлшек пен екінші бөлшек жақша қалған, бірақ біз оны тиімді тәсіл етіп, екінші және үшінші бөлшекті жақшаға алып орындайтын боламыз. Бірінші жазайық. 5-тен 1 көбейту. Келесі. 4-тен 3 көбейту. 3-тен 2. Мына бөлшектерді бірден былай жазып кетсек те болады, көбейтіп. Енді осы жерде қысқартатын қысқартып тастайық. Бірден 3 пен 3 қысқарып кетеді. 2 мен 4 2-ге қысқарады. 1 2-ге қысқартсақ 2 қалады. Сонда бізде жақшаның ішінде 2-ден 1 деген бөлшек қалады. Енді осы 2 бөлшекті көбейтсек, 5-тен 1 көбейту 2-ден 1. Бұл жерде қысқаратын жоқ, сондықтан бөліміне, алымына көбейтіп жазамыз. 5-ті 2-ге көбейтсек 10, алымында 1. 10-нан 1 шығады. Келесі екіншісі. Мұнда бөлшектерді қарап отырсақ, алым мен бөлімі қысқаратындай, міне бірінші және екінші бөлшек келеді екен. Мұнда 2 мен 10, 9 мен 3 қысқарады. Сондықтан бірінші осы амалды орындаймыз. 9-дан 3. 9-дан 3. Мұнда берілген өздеріңіз жазып, осыны тең етіп жазсаңыз болады. Мұнда тұрған кітаптағы берілген өздеріңіз дәптерге көшіріп алыңыздар. Сосын келесі осыны жалғастырып жазасыңдар. Көбейту 10-нан 3. Бірден мынаны былай ұзын бөлшек етіп, осылай көбейтінді түрінде жазсақ болады. Мұнда ешірерсіздер 2 екен. 9-дан 2 және 10-нан 3 көбейту келесі 8-ден 7-ні ең соңында орындаймыз. 8-ден 7. Мұнда 2 мен 10 қысқарады. 2-ні 2-ге қысқартсақ 1. 10-ды 2-ге қысқартсақ 5. 9 бен 3 3-ге қысқарады. 1. 3-ге қысқартсақ 3. Енді көбейтеміз. 3-ті 5-ге көбейтсек 15. 15-тен 1 көбейту 8-ден 7. 8-ден 7. Басқа қысқаратын жоқ болғандықтан біз мұнда 8 бен 15-ті көбейтеміз. 8 5-ің 40, ең соңғысы 0, 4-ті ойда. 8-ге 4-ті қоссақ 12, 120 шығады. Алымында 7. 120-дан 7. Келесі үшіншісі. Мұнда 15 бен 25, 19 бен 19 қысқарады. Яғни осы бірінші және екінші бөлшекті жақшаға аламыз. Мұнда тиімді тәсілді пайдалану арқылы және үшінші, төртінші бөлшекті жақшаға аламыз. Мен бірден бұлай бөлшек түрінде жазып кете берейін. 19, 15, 19-дан 15 көбейту екінші бөлшек 25-тен 19. 25-тен 19. Көбейту үшінші және төртінші бөлшекті де осылай жазып қояйын. 9-дан 7 көбейту 7-ден 5. 7-ден 5. Енді қысқаратындарды қысқартамыз. 25 пен 15 5-ге қысқарады. 3. 5-ге қысқартсақ 5. 19 бен 19 қысқарып кетеді. Келесі мұнда 7 мен 7 қысқарады. Бірінші бөлшектен 5-тен 3. 5-тен 3 қалады. Екінші
мына қысқартудан 9-дан 5. Оны мында көбейтінді түрінде жазамыз. 9-дан 5. Бұл жерде 5 пен 5 қысқарады. 9 пен 3-ті 3-ке қысқартамыз. 1, 3-ке қысқартсақ 3. Бөлімінде 3, алымында 1 қалады. 3-тен 1. Келесі 4-ші тапсырмамыз. Мұнда біз өзіміз таңдап аламыз. 10 мен 12 қысқарады. Мұнда 13 пен 11 қысқармайды. Сондықтан мына жақтағы ең соңғы 1-ші және 4-ші бөлшекті алсақ болады екен. Себебі 13 пен 13 қысқарып кететіндей жазып аламыз. Тең 13-тен 10. 13-тен 10. Көбейту 20-дан 13. 20-дан 13. Көбейту келесі екінші бөлшекті ұзындығы сызайын. Мұнда екінші және үшінші бөлшектерді жазамын. 12-ден 11. 12-ден 11. Көбейтемін. 55-тен 12. 55-тен 12. Мұнда 10 мен 20. 10-ға қысқартсақ 1, 10-ға қысқартсақ 2 қалады. 13 пен 13 қысқарып кетеді. Мұнда 12 мен 12 қысқарып кетеді. 11 мен 55 11-ге қысқартамыз. 1, 11-ге қысқартсақ 5. Мына бөлшектер қысқартудан 2-ден 1 қалады. Мұнда 5-тен 1. 2 мен 5-ті көбейтсек 10. Мұнда алымдары 1. 10-нан 1 шығады. Жақсы оқушылар, сұрақтарыңыз болса комментарий жазып қалдырып кетіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Келесі есепті осы YouTube каналдан қарап отырыңыздар.